Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай таңғы асқа өте тез, оңай дайын болатын тіске басарлардың жасалу жолын көрсетемін. Олар өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізге керегі тостерға арналған нандар. Оны формамызға салып, ішіне қалаған салманы салсаңыздар болады. Бұл жерде менде шұжық, жүгері, осының үстіне қалаған соусты құйсаңыздар болады. Бұл жерде менде кетчуп пен майонез. Осының үстіне енді өтілген ірімшігімізді салып, нандардың екінші бөлігімен бетін жауып, оны жақсылап формамен басып, қызартып пісіріп аламыз. Біздің тіске басарлар дайын болды. Оны формасынан босатып, екіге бөліп аламын. Бұл тіске басарларды мектепке баратын балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Олар өте тойымды, әрі өте дәмді болып шығады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Отбасыларыңыз аман, астарыңыз дәмді болсын.